Ya bir күні böyle тезек болған болармыз, ya жаман жолда болған болармыз. Біздің ойымыз жеткізу, дұрыстың үшін ешқандай сізге деген бір әлеуметтік деп ешкім жоқ. Әлден дұрыстың Ülke артында тұрамыз. Асан 12 минутте қай сарақсы. бір баланы өлтірді соның қасынан. Осы арақтан семьяны қарқылызу жатыр. Қыздарымыз далада қаңғып, ұлдарымыз деген семьясының бәрі кетіп жатқан бәрі пәле дейді. Енді Құранды сүрсеңіз дінде айтады да, бәрі пәленің басы, анасы осы арақ дейді. Дұрыс түсініңіз. Егер ақшаның көзі ғана басқа ешқандай дінге қайшылығымыз жоқ, бала шағамызды біз де ойлаймыз, ертең мен де бір жігітпен біреудің әкесімін деп жатсаңыз, қолымыздан келгенше айтайық, Алла деп, басқа жағына сізге көмектесейік, бизнеске. Давай көмектесейік. Ет керек па, бірдеме келесіз ба? Осылардың бәрін айтайық, каждыйымыз үйінде жоқ дегенде 5 килодан ет алып тұрайық сізден. Я басқа бір амалын табайық. Біздің тек керегіміз болашаққа ғана жақсылық жоқ. Болды. Ешқандай сіздің мына фирмаңызға әдемілік сәндік менің бизнесіме қарсы кетті деген сөз емес. Дұрыстыңыз Әлжан. Жасым үлкен, менің 50-ден кеткен жасым бар. Мен де біреу ата дейді, біреу папа дейді, біреу балам дейді ме? Біздің тек ойымыз сол. Ойлаңыз, бұның деген қасіретін Аллах Тағала айтты, қасіреті деген сен емес, сенің ұрпағыңа кетеді дейді. Ойлаңыз сонда, Құдай сақтасын. Біздер осы жақта шапқылап жатқанымыз бәріміздің. Мына геолог деген бір талай жерде естісең үлгі. Геологтан үлгі алыңдар, олар деген көшесін қарай қақтарына көмектесіп жатыр, жетім жесір, 70 семьяны осы жігіттер ауыздарынан жырып, 70 жетім қалғандарды қарап отыр. Бәлки ол менің әйелім болуы мүмкін, бір күні жетім қалатын. Бәлки сенің қарындасың болуы мүмкін, бәлки біздің баламыз жетім болуы мүмкін. Осы жігіттер байлықтан емес, иман байлығынан шашып жүрген ғой. Бурпасөктен бері қарай қаланың ана шетіне дейін олар намаз оқиды, оқымайды керек емес. Оны Алланың қолында шаруа біз емес. Көмектесіп жатыр. Неге болса екен дейміз, жақсы түсінесің бе? Ертең сол балалар жылап келгенде біздер ана бабаларымызды өтірік айта береміз. Бізді де біреу күні ата баба дейді, кім дейміз сонда? Біз арақ ішкен, бір-бірімізді зина жасаған, бірінің қызының үстіне мініп алған, бірін бүйтіп жүрген семьясымен қыдырып жүргенді айтқымыз келмейді. Бізді де ұлылардың қатарында айту керек бар ғой. Біз де қазақ деген ұлы халықпыз. Тек бір-бірімізге түсіндіруіміз керек. Дұрысының ешқандай сізге деген жамандығымыз жоқ. Бір қарға түсейін деп келген жоқпыз. Қолымыздан келгенше, заң, қазіргі замандағы заң сізге бәрін дұрыс жасап тұрған болар. Дұрыс түсініңіздер. Егер айтсаңдар, жігіттер айтып едіңдер ғой бір, Алла деп, мен осы бір тоқтатсам, сендер басқа жағынан көмектесіңдер десем, мына осыдан сөз бере аламыз. Ашам емес бір нәрсені, осындай боламын десе, халал ма? Альхамдулилля. Мен бастап сенен ет аламын, өзімді айтамын, ант етемін, Алланың атымен. Басқа жерге бармасам, саған көмектесіп отырмын. Себебі сен Алла ризашылығы үшін, ұрпағым үшін жасадың. Егер сен басқа бір затты бейбіл бірдеңе басташ, көмектесіп отырсам қолымнан келгенше. Осылай ғана көмектесе аламыз, сонда ғана біз қазақ боламыз дәрістер. Дұрыстың, бәріміздердің де бір құттай бір тірлік жасап отқан жағдайымыз бар. Бірақ арамнан қашып жатырмыз. Bir күндері бәлки болған болармыз, бір күндері тентек болған болармыз, бір күні сотқар болған болармыз, бір күні алқаш болып жатқан болармыз. Бірақ Алланың қалауымен келдік бар ғой. Бәлки бәріміз намаз оқымаймыз осы арада, біріміз оқса біріміз. Бірақ келдік. Мына кісілерді ол жұмысынан тоқтатып жатыр, ана кісілерді жатырмыз, милицияның бәріне көмектесіп жатырмыз. Милицияның жасайтын жұмысын тентектер ұстап осылар жасап жатыр. Ойлаңызшы. Бана үкіметтің жасайтын үй бермей жатса беріп жатырмыз Алланың қалауымен. Ойлаңыздар, қаншама жетім ауру сауға келіп жатыр. Деп атқан жоқпыз үкімет жаман деп. Көмек бар қолымыздан жасайық деп. Сіз де бір көмек көрсетіңізші. Тек Алла ризашылығы. Жігіттер қай саласы бар, өстен де бердіңіздер, осыларда біраз бизнесмен жігіттер бар. Давай көмектесейік. Бір-бірімізге жәрдем етейік.